Баршаға сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Жаңа оқу жылының басталуына аз уақыт қалды. Оқушылар, ата-аналар, ұстаздар мектепке дайындығын бастап кетті. Биыл мектеп формасы тегін беріледі. Бірақ ата-аналар бұған разы емес. Шәкіртақы өсті. Мектеп күндері өзгерді. Енді демалыс азайып, 90 күндері ұзарады. Аталған өзгерістерді талқылап көрейік. Басталмас бұрын арнаға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймын. Қазақ тілі контентті дамытуға өз үлесіңізді қосыңыз. Кеттік. Баланың тәрбиесі мен оқуына байланысты жүйенің барлық сатыларына тоқталайық. Соңғы жылдары балабақша тәрбиешісі баланы ұрып соқты деген жаңалықтар өкінішке қарай жиі естілуде. Құзыреті төмен, психикасы тұрақсыз мамандар қалайша кішкентай бөбектермен жұмысқа жіберіледі. Баланың дүниетанымы қалыптасатын, қоршаған ортамен қарым-қатынасы басталатын мекеме бойына коммуникативтік қасиетті ұялатудың орнына тұйық қорқыныш сезімі басым баланы тәрбиелеп шығарады. Бұндай әрекеттер жайын әйтеуір билік естіп қадам жасауда. Премьер-министр Әлихан Смайылов білім министрлігіне осы жылдың 1 қарашасына дейін мектепке дейінгі ұйымдарды лицензиялау мәселелерін шешуді тапсырды. Білім министрлігі осы ұйымдардың қызметкерлеріне IQ тестімен қатар темпераментін тексеретін тестілеу өткізу дұрыс болатын шығар. Шынымен де психикасы тұрақсыз мамандардан балаларды құтқаратын кез келді. IQ тесті демекші жоғарғы оқу орнын бітірген педагог мамандар мектепке орналасу үшін өткен жылдан бері ұлттық біліктілік тестін тапсырып жүр. Көбісі өте алмай жүрген көрінеді. Дұрыс болған екен. Құзыреті төмен, білімі таяз мұғалім ертең балаға қажетті деңгейде білім бере алмайды. Әрі енді педагогтер біліктілігін бұрынғыдай 5 жыл сайын емес, 3 жылда бір арттыратын болды. Бұл да дұрыс бастама, өйткені біліктілігі төмен мұғалімдер көбейіп кетті. Оған себін тигізген педагог мамандығына оқитындарға берілетін шәкіртақы көлемі екені де жасырын емес. Шәкіртақыға қатысты жаңалық бар. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің мәлімдеуінше, студенттердің шәкіртақысы 2025 жылға дейін 2 есе өседі. Биыл шәкіртақы көлемі бакалавриат студенттеріне 36.600 теңгеге дейін, педагогика ғылымдарының студенттеріне 58.800 теңгеге дейін, магистранттарға 86.987 теңгеге дейін, докторанттарға 195.000 теңгеге дейін ұлғайтылады. Гранттар саны 2022 жылы 65.000-нан 88.000-ға дейін артты. Оқу жылы жақындаған сайын мектеп киімінің мәселесі көтеріледі. Биыл жетім балалар, қамқоршысыз қалған балалар, қиын өмір жағдайына түскен балалар, атаулы әлеуметтік көмек алатын, көмек алмайтын бірақ жағдайы төмен отбасыларға мектеп формасы тегін беріледі. Бірақ ата-аналардың мемлекет беретін формаға қатысты наразылығы өсуде. Олар форманы емес, ақшасын тікелей қолға алғысы келеді. Себебі ата-ана үкіметтің бөлген ақшасына киім алып беретін әкімдіктерге мүлдем сенбейді. Олардың балаларға алған киімдері біріншіден сапасыз, екіншіден көлемі сай келмейді дейді. Алматы, Түркістан облыстарында мектепке жол бағдарламасы аясында берілетін мектеп формасын алмаймыз деп шу шығарды. Олар киімнің ақшасын қолға беруді талап етіп, көмектің бір үйден бір балаға ғана беріліп жатқанына наразы. Ал аудан әкімдіктері өз кезегінде көмекті толықтай шотқа аудару мүмкін емес деп отыр. Негізі биыл мұқтаж отбасыларға дайын форма емес, ақшалай ата-ана есеп шотына түседі деп үкіметтің қолданыстағы 64-ші қаулысына өзгеріс енген. Оның үстіне әлеуметтік көмек көлемі өсті. Енді балаға мектеп формасын алу үшін 33.000 теңге түседі. Бірақ ескеретін дүние бар, ол қымбатшылық. Бүгінде бір баланы мектепке дайындау үшін шамамен 60-70 мың кетеді. Ең төмен жалақы 60 мың болса, 3-4 баласы бар түгіл, бір балалы жалғыз басты ана баласын мектепке толық жабдықтай алмайды. Бірыңғай форма түсінікті жайт. Оның болғаны дұрыс. Оқушылардың мектеп қабырғасында бір дәрежеде болуы барлығына оң әсер етеді. Ал дене шынықтыру формасын бірыңғай етіп алу енді шынымен артық. Түркістан облысы Сарыағаш ауданында көп балалы аналар айғай шығарды. Олардың айтуынша 4-8 сынып қызыл түсті, 8 сыныптан жоғарылар көк түсті кию керек деп мектеп ұжымы талап қойған. Білуімізше, бұндай миға қонымсыз талапты министрлік қойған емес. Жеке мектептің қалауы болмаса, ата-аналарды бұндайға міндеттеуге мемлекеттік мектептердің құқы жоқ. Сол себепті Сарыағаш ауданының білім бөлімі бұл мәселеге назар аударып, жақын арада шешімін табады деген үміттеміз. Естіген боларсыз, биыл мектептерде демалыс мерзімдері өзгереді. Бұрынғыға қарағанда каникулдар біршама қысқарды. Сол арқылы оқу апталары ұзарды. Жаңа оқу жылының ұзақтығы 1-ші сыныптарда 35 оқу аптасын құрайды. Ал 2-ші, 11-ші және 12-ші сыныптарда 36 оқу аптасына созылады. Салыстырсақ, былтырғы оқу жылында 1-ші сыныптарда 33 оқу аптасы, ал 2-ші, 12-ші сыныптарда 34 оқу аптасын құраған болатын. Мектеп бағдарламасына енген тағы бірнеше өзгеріс бар. Енді қазақ тілінде білім беретін 1-ші сыныпта әліппе ана тілі, орыс тілінде білім беретін 1-ші сыныпта қазақ тілі мен букварь обучение грамоте оқытылады. Қазақ тілінде оқытатын мектептерде балалар орыс тілін 2-ші сыныпта, ал ағылшын тілін 3-ші сыныпта оқи бастайды. 1-ші сыныпта көркем еңбек пәні 2-ге бөлінді: бейнелеу өнері және еңбекке баулу. Өзін-өзі тану пәні Қазақстандағы барлық оқу бағдарламаларынан алынып тасталды.
Талқыланған тақырып бойынша ойыңызды видео астына қалдырып кетіңіз. Ұстаздарға, ата-аналар мен оқушыларға бұл видеоны таратсаңыздар да болады. Қолдауларыңызға алдын ала алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.